Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен наракет бағдарламасымен танысатын боламыз. Бұл бағдарлама мәтіндерді дыбыстауға арналған онлайн сервис болып табылады. Ең алдымен Google бағдарламасына наракет деп жазамыз, ең бірінші шыққанын басатын боламыз. Сайтқа кіргеннен кейін сайттың тілін орыс тіліне аударып алыңыздар, себебі орыс тілінде сіздерге сайтпен жұмыс істеу оңайырақ болады. Начать батырмасын басамыз. Басқаннан кейін бізде екі әдіс қолданылады. Бірінші әдіс текстті жай әшейін аудио қылып шығару, ал екінші әдіс дайын презентацияны аудио қосып видео жасау. Біз біріншісін таңдаймыз, яғни текстті аудио қылып жасауды. Язык деген жерге өзіңіздің тіліңізді таңдайсыз, яғни сізге қай тіл қажет. Маған қазақ тілі қажет болғандықтан мен қазақ тілін таңдадым. Тілді таңдап болғаннан кейін голос деп тұрады. Бұл жерде 4 адамның голосы шығады, яғни Гүлшат, Берік, Фархат, Алтынай, яғни ер кісінікі және әйел кісінің дауыстары. Скрипт деген жерге сіз өз текстіңізді жазасыз. Жазып болғаннан кейін готово батырмасын басып создать аудио дейміз. Енді жаңағы текстің аудио ретінде дайын болғанын күтеміз. Міне біздің аудиомыз дайын болды. Енді play батырмасын басып тыңдап көреміз. Музыка адам сезімін, ойын, оның ерік күшін дыбыстық формада суреттейтін қатынас құралы ретінде қызмет етеді. Адамның жан дүниесін, көңіл күйін, сезімін бейнелеуде музыка оның сөйлеу тіліне, дәлірек айтқанда, өзін қоршаған ортаға эмоциялық қатынасын білдіретін сөйлеу интонациясына өте жақын келеді. Аудиомыз дайын болды. Енді скачать батырмасын басып сақтап алуға болады.